Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің кanalıma қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Динара. Сізге қазір таңғы сағат 7. Мен деген вокзалға бара жатырмын. Ауылда соғым салып жүрген, соны күтіп алуға. Жолдасым бұл сменде болып қалды. Сол себепті өзім бара жатырмын. Қасымда кішкентай бөпем Аласкада. Менімен бірге болыңыздар, қыз қойынып тұр. Вокзалдан барып, ет күтіп аламын. Соңына дейін видеоны қараңыздар. Вокзал түсірілайш. Сестричка моя. Вокзалға келдік. Погода күшті болып тұр, я? Вокзалда адам көп жүр. Bizim poyuz опозданиемен. Қазір чай ішіп аламыз барып. Елдің бәрі көшіп жатыр. Түсірме дейді. Бұны қалай түсірмейсің? Сол поyuz келгенше чай ішіп аламыз қазір кіріп. Не доюдьте салам. Это творожный бар екен. Булочка екен. Медовый винесол. Медовый. Екі коробка ет күтіп алдық. Күшті болып. Poyuz біз опозданиемен келді. Ау. Ау. Жылжымайды, орнынан жылжымайды. Проводникке айтып едік, ол көтерді, ойбай, белім деп, әшинаның астынан көтеріп қойып берді. Мама қалай көтергенде? Көтеріп түсірді пойыздан. Вокзалдан үйге келді. Мені осылай ет салып жүрген үйдегілер. Өзім әкешем. Қасында банкісі бар, күшті қылып енді құдай қаласа. Қысымен осы еттер жеп, рахаттанып, әкешемізге рахметімізді айтып жатамыз құдай қаласа. Бүгін қайнапаларым келді, соған ет асамыз күштілеп тұрып. Сабаққа кетеді, соған кеше рубашкалерін жуғам. Аптасына 2 рубашка киеміз. Сол рубашканы екеуін өзі пятницаға дейін шыдамайды ғой. Түр жаман кіріп кетеді. Солар кеше жуғам. Қазір үтіктеп, қызым сабаққа жіберім керек, тамағын беріп. Мына жақ деген шашылып жатыр ғой, еттер. Сол бәрін жинау керек, кешкісін қонақ келеді, дайындалуым керек, ет салуым керек. Бәрін барып сатып алып келе салу керек. Кеше бір сыпырасын барып алып келгем. Қазір енді пирог, бауырсақ алып келу керек. Тағы не керек, соларын мен әкеп дайындау керек. Достар, мен сабақ оқып жатырмын. Қазақ тілінен ережелер жаттап. Ережелер жаттап жатыр, е. Солай бізде жаңалық. Айым екеуміз шай ішіп дедік, бәрін қойып, е. Тілігіміз сосын істей береміз. Айым қазір сабаққа кетеді. Тұрыңғасын. Күшті болып шай ішіп сосын тірлігіміз жайғастырамыз деп. Біздің үйде қонақ балалары бар. Бөпешканы тербетіп отыр. Бәрін жинау керек бізге. Шашылып жатыр үйдің іші. Шығып магазинге барып келе жатырмын. Бауырсақ, творожный пирог, чак-чак алдым чайға. Кешке қайнап келеді деп айтқан едім, соған етін салып кеттім, қамырымды илеп кеттім. Сондай достар, біздің видеолар сіздерге ұнап жатыр ма? Ұнаса қандай видео түсірейік, солардың бәрін айтып жазып кетсеңіздер. Айланы. Жаңағы видеода айтқам ғой мен рубашкалерін жуып қойдым.
Сапқа кетеді, чай ішіп жатырмыз деп. Сонымен кетеді деп ойлағам. Мен бармай қошқызып едім. Өйткені кішкентай бепешкаға қайтадан керек. Бұнда қазанда астанай ет қайнап жатыр. Қамырымды илеп қойдым. Қазір тарсылдап тұрып жайып тастау керек. И тұздық жасау керек. Пияз ашып қойдым. Осы 2 пияз жететін шығар, надеюсь. Тұздық жасау керек. Мына жаққа бүйтіп дайындап қойдым. Самса пісіріп, фруктыларны варенье ашам. Шайға лимон сорпаға қосам ба? Тағы да дайындайтындарым бар. Біз қонақтарымызды шығарып салдық. Қазір анпакинг жасаймыз. Мұнда бізде осындай алтын сырға келді Томириске. Бір қайнап кем. Мамаға. Мамаға емес, мынандай. Мамада баскен. Көрініп тұр ма? Осындай алтын сырға келген. Сосын носки. Бұл қайын сіңірім алып келген, мынандай бодишка. Мынандай одеял әкетті, күшті. Күшті екен, прям жұмсақ. Бірақ бізде өзімізде бар, муслиновый одеял. Сол үшін бұны ашпаймыз, наверное, тұра берсін. И басқа қайнапкелеріміз ақшалай берді. Сол видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Осымен біздің бүгінгі күндік блогымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Достар, жаңа сіздермен қоштасып алдық қой. Бір нәрсені көрсетейін деп, мына бағана әкелген сырғаны біз аялаға тағып қойдық. Аяла таққысы келді, өзінің сырғасын шешті да, мына осылай тағып алдық, аяла, күшті болып тұр, әдемі болып тұр аялашқа. Пока.